Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлыбекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезінде сусыныңды қандырсаң бір болғана. Мына күнде, мына аспанда, даланау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Бақырам жолдасында арамыздан кеткенге биыл 3-ші жыл. Тірі болғанда биыл мерейлі 60 жасын тойламақ еді. Әр уақытты бағалаңыздар. Күндер келмеске кетіп жатыр. Сыйлаған қуанышы мен қайғысының төрелігін өзі беріп, емін де өзі жасайды. Біздің қолымыздан бәрі келеді. Біз біраз нәрсені жасап, өзгерте аламыз. Тек уақыт емес. Біз уақытқа ешқашан әсер ете алмаймыз. Назарларыңызға 9-ші сынып оқушы Батиева Нұрияның орындауында уақыт көркем сөз. Әдемі сағат таңдайсың, көресің ұстап әрқайсың. 10 сағат сатып алсаң да, уақытты сатып алмайсың. Ойлама, бәрін білем деп, шалқыпта тасып жүрем деп, уақыттың алтын қадірін жұмсауым керек үнемдеп. Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің. Үнемдеп жұмса уақытты, бітеді қашан білмейсің. Қазаққа қарап таң қалам, Құдайын ойға алмаған, уақытша ғана нәрсеге уақытын жұмсар ақымақ. Өмірін ойлап талайдың, тарихын зерттеп қараймын. Бір күні босқа өтпепті, Яссауи, Шоқан, Абайды. Неге біз осы, неге біз? Нәпсіге ғана ереміз. 5 уақыт намаз оқымай, 5 сағат кино көреміз. Айнының асып тұрса да, байлығың тасып тұрса да, үнемдеп жұмсау уақытты, бітеді қашан білмейсің. Ана барлық өмірдің бастауы, ол өз сәбиін мәпелеп өсіреді, жақсы болуын бағайды. Адам бойындағы барлық асыл қасиет күннің нұрынан ананың сүтінен дариды. Ана ұлы адам, қасиетті жан, тіпті айта берсең сөз жетпейді. Ана бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді. Расымен анасыз өмірді, әлемді елестету мүмкін емес. Әрбір жұмыр басты пенденің бұл өмірге келгені үшін анасына қарыздар. Құдайдан кейінгі құдірет иесі ана. Бақырам жолдасына өз ісімен, тәлім тәрбиесімен, бала ретінде анасының алдындағы үмітін ақтай білді. Мұсабай Асылмай, шешесен бақыттысың. Шешесен бақыттысың, жыламағын, жайтысып жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылдамын. Таусылып, өз-өзіңнен шашылғаным, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанық ой көз жасыңа, өзім келіп топ басып тоз басыма. 2 жыл жастан саған бірін арнап шеше деп жаздым оғай сөз басына. Ендігі сөзге дегім келейік сіздерге. Жолдасының бауырлары қарғаш етер. Кішкене ойыңызды айтыңыз. Жолдасынан еске алайық. Жақсының жақсылығын айтып нұртассын дейді. Сіздерге не дейміз? Көп рахмет, ақиқатты ұлықтай еске аласыздар. Енді оқысы қалап жүрсіздер, негізді айтып жерден оқыған жерінде бәрін ойлап жүрген ғой енді. Бәрі өмір бәрі өз жұмысына берген адам болып отырмыз. Сонда қай жерде болса да айтып өз жерін бәрін ойлап жүреді. Көп рахмет, еңбегіңді бағалап осылай қазір. Жақсы ашып жатсыздар, Бақырамнан. Бақырам өзінің өмірін бәрін осы білімге берді ғой. Шәкірттері бар. Өмірін бәрі осы мектепте жұмысында кетті, өтті. Сіздерге сол Бақырам жолын берсін. Ермек аға, сіз айтып бермейсіз ба? Бала кезде қандай еді ол? Сыныптас болдыңыздар, бір партада отырдыңыздар. Бақыраммен өзінде бірінші класстан бірінші сыныптан бірге оқыдық. Мықты адам болатын. Өзін біледі, өзін есінде бар. Сіздерге көп рахмет,
şaraları cezalarlarınızla isteyelim. Olsun. Kimin çarşılar olsun. Yesin Allah'ın terbiyesi olmalı yani. Hocası diyorlar da Bahra bildiğim kadarıyla bazı bölümümüz geliriz. O geçip sonra da Erva Rize yapmasın diye zaten diğer şeyler olsun, rahatın kalmasın, rahatın kalmasın.